бұл жерден кішкене жаңа өзгерістер енгізіп жатырмыз енді, өйткені ауыл, кейбір ауылдар үлкен ауыл болады, кейбір аудан орталықтары кішкентай болады деген сияқты. Мысалға мына солтүстік жақта, батыс жақта, шығыста аудан орталықтары кішкентай болады. Болады, бір 5-6 мың халық қой, ол да ауыл ғой деп жағдай қабылдап жатырмыз, келіңдер, қосылыңдар деп. Сосын міндетті түрде командаларында 10 жасқа толмаған балалар болу керек деп талап қойдық. Неғұрлым ерте жаттықтыруды бастасаңдар, жағдай нәтиже болады деген өзімізше солай шешіп отырмыз ғой. Иә. Және міндетті түрде әлеуметтік желіде парақшаларың болу керек. Енді ол заманның талабы, қазір өзіміздің жұмысымызды көрсетуіміз керек. Не істеп жатырмыз, не қойып жатырмыз деген сияқты. Даже бір осындай бір демеушілер келіп жатса, ертең бір 5 тиын беріп, форма алып беріп жатса, оған бір рахмет айтатын бір ақпараттық бір площадка болу керек қой енді.